бақыт тілеймін. Қазақ елін алғыс күнімен құттықтаймын. Сондай аяулы мәпелеп өсірген кім атын атай ғой, сандарды үйреткен, жаңылсаң кешірген аяулы апай ғой. Апай, мен сізге алғыс айтамын, рахмет. Мен ең бірінші анашыма алғысымды білдіремін. Анашым, сізге рахмет. Мені осы дүниеге алып келгеніңізді, және де мені бағып өсірдіңіз. Ақылымды, және де мейіріммен өсірдіңіз. Ұрыспай, және мен сізді жақсы көремін, анашым. Жақсы көрем елімді, жақсы көрем жерімді, жақсы көрем айтымды, жақсы көрем анамды. Сондықтан алғысым баршаға, алғысым бір Аллаға, алғысым ата-анама, алғысым бауырларыма, алғысым туған достарыма, алғысым ата-әжеме, алғысым менің ұстазыма, алғысым білім ортасына. Бірінші, жаратқан Аллаға алғыс айтамын. Екінші, өмірге әкелген ата-аналарыма алғыс айтамын. Үшінші, еркелетіп өсірген ата-апаларыма алғыс айтамын. Төртінші, туған іні бауырларыма алғыс айтамын. Бесінші, мұғалімдеріме алғыс айтамын. Алтыншы, достарыма алғыс айтамын. Анашыма, әкеме, ағама, тәтеме, апайға рахмет айтамын. Мен ең бірінші алғысымды әке-шешеме айтамын. Мені жарық дүниеге алып келгені үшін. Туған-туысқандарыма айтамын, алғысымды айтамын. Ұстазыма айтамын, өздері жамандығын маған білім бергені үшін. Ұстазыма алғыс айтамын. Берген ең балты, ең алғысы балта отырған гүліңізге рахмет. Төртке бөлген екашың, жығын, мейірін, ата-мама рахмет. Бағым жарып басыммен ел астында, жүзімдері өмірді талаптарына, ниеттеген арманым ең асқағына, арқасында ұстаздың даналар баққан ой өрісі бүгін сен астарына. Рахмет бәріңізге.